Мен Шетпе гимназиясының 7-ші сынып оқушысы Бауыржан қызы Ақниетпін. Менің жобамның тақырыбы өрнек саябағы. Жобамның мақсаты экологиялық таза табиғат көрінісі мен көз тартатын демалыс алаңын көпшілікке ұсыну. Пайдаланылған құрал-жабдықтар: қиынды маталар, қалдық қағаздар, ши мен сіріңке, күнделікті қолданылып жүрген қалталар, ермексаз, қайшы, карандаш, циркуль, қалтқы, табиғи тастар және ыстық желім. Жасалу жолы: ең алдымен қалтқының үстіне қағаз жапсырып, макеттің сұлбасын саламыз. Содан соң қиынды маталарды жапсырып, ши мен сіріңкеден самалдық пен орындықтарды жасап, оларды қалтқыға бекітеміз. Біз күнделікті қолданылып жүрген қалталардан тротуар қиып, қалдық қағаздардан гүл мен ағаштар жасап, қалтқыға шидің көмегімен бекітеміз. Кішкене ыдыстың жиегіне ыстық желімнің көмегімен тастарды жапсырып, субұрқақ жасап шығарамыз. Сонымен макетіміз дайын. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.